Ақшаның көп болуы мәселені шешпейді. Бұл әйгілі Бардам әке мен Зардам әке кітабындағы ғажайып бір ауыз сөз. Бұны көптеген адамдар алғаш рет естіген кезде күлкісі келеді. Сонда ақшаның аздығы мәселені шеше ме? Алайда сіз кітапты ішкерлей оқысаңыз, немесе өзіңіз істеп отырған жұмысты, немесе ақшаның заңдылығын шынайы түрде ізденіп, оны сезінсеңіз, бұл сөздің растығына көзіңіз жетеді. Демек, мәселе ақшаның көп аздығында емес. Біздің осы ақшаны қалай пайдалануымызда. 5000 жылдың алдында Бабилонда жазылған Бабилондағы ең бай адам деген бір кітап бар. Осы кітапта айтады, адам ниетінде арам шөптер болады дейді. Ол арам шөптерді отап тұру керек дейді. Ал 5000 жылдан кейін жазылған Бардам әке мен Зардам әке кітабында да бар. Сенің кішкене кезіндегі ойыншықтарың үстел доп, я болмаса таяқ доп, я болмаса велосипед деген секілді дүниелер болады дейді. Ал сен үлкейген сайын ойыншықтарың да үлкейеді дейді. Яғни машина алғың келеді, саяхаттағың келеді, үлкен үйде отырғың келеді деген секілді. Міне осылайша ойыншықтарың да үлкейеді. Ал егерде сен өзіңнің қазынаға деген, немесе қазынаны басқаруға деген көзқарасыңды дұрыстап реттей алмасаң, онда ақшаның көптігі ешқашанда мәселені шеше алмайды. Керісінше, сен барған сайын ақшаның тақсіретін тарта бересің дейді. Сол үшін де қазынаны дұрыс басқара білу. Бұл жағындағы үйренуді жасау әрбір ақшамен айналысатын адам үшін, тіпті әрқандай бір адам үшін өте маңызды дүние.